Бұл оқиға жаздың бір кешінде болған еді. Сол кезде күн батып бара жатқан болатын. Ал аспанның түсі ақырында өзгеріп, айнала қараңғы бола бастады. Қысқасы, не түн болған жоқ, не аса қатты жарық та емес. Түсініңдер деп ойлаймын, жаздың уақытында жиі кездесетін құбылыс. Сөйтіп дәл сол кезде, яғни шамамен сағат 9:30-да, бірнеше досыммен бірге суға бардым. Негізі кеш батып бара жатқан кезде суға бару бұл қазақта жаман ырым болып саналады. Бірақ ол кезде небәрі 16 жастағы жасөспірім болатынбыз. Сөйтіп өзеннің қасына келдік. Сонымен қатар бұл судың қасында үлкен көпір орналасқан. Және дала болса әлі де қараңғы емес. Сондықтан 10-15 минут ішінде тез етіп суға түсіп алайық дедік. Солай суға шомылып, күліп ойнап жүрген кезде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Сол кезде күннің жарығы төмендеп, айнала қарауыта бастағанын байқадым. Достарым да ауылға қайтайық деді. Сөйтіп заттарымызды жинастырып, үйімізге қайтпақшы болған кезде, кенет мен судың жанындағы үлкен көпірге көзім түсіп кетті. Негізі көпір күндіз қарапайым көрінетін, бірақ қазір ол мүлде өзгеше болып көрініп тұр. Бұл жолы көпір тым қараңғы, әрі үлкендеу секілді. Солай қараңғы көпірге қарап тұрып, сол көпірдің қараңғылығының ішінде бір нәрсенің тұрғанын байқадым. Алғашында оны адамға қатты ұқсаттым. Сондықтан мына адам бізге неге тесіліп қарап тұр деген сұрақтар пайда болды. Солай оған қарап тұрып, оның денесі қап-қара екенін байқадым. Денесі адамға ұқсайды, бойы ұзын. Бірақ бір орында қозғалмастан тек бізге қарап тұрды. Сөйтіп, анау кім? Деп достарымнан сұрадым. Олар болса мен көрсеткен қараңғы көпірге қарады. Түсінбедім, нені айтып тұрсың? Мына көпірдің қасында тұрған адамды көрмейсіңдер ме? Достарым ары қарап, бері қарап, бастарын шайқады. Ешкімді көріп тұрғаным жоқ. Мен ол жерге қайта қарадым. Және әлгі қара мақұлық қозғала бастады. Және оның үстінде аппақ болған жолақтары бар екенін анық түрде көрдім. Аппақ жолақтары қара денесінің арасынан ерекше көрініп тұрды. Бір сәтке оның беті де көрінгендей болды. Бірақ оның келбетін анық көре алмадым. Білмеймін, сол кезде біртүрлі қорқыныш сезімі менің денемді жаулап алды. Содан кейін, анау адам емес сияқты, дедім ақырын. Достарым болса менің үстімнен күле бастады. Біреуі мені қорқып қалдың деп мазақ етті. Бірақ менің көзім әлгі адамнан алынбады. Ол мені өзіне шақырып тұрған секілді. Бірнеше секундтан кейін ол судың қасына жақындады. Мен оның аяғын сылтып басып жүргенін көрдім. Бірақ қадамдары адамға мүлдем ұқсамайды. Біртүрлі баяу, әрі ауыр қозғалды. Мен оған ұзақ қарап тұра алмадым, және бірден жүріңдер бұл жерден кетейік деп айттым. Жақсы, кеттік, деп достарым да бір ауыздан келісе кетті. Ауылға қайтар жолда ешкім сөйлемеді. Сөйтіп бәріміз үйімізге тарап кеттік. Сол түні мен көпір туралы ойлай бердім. Мүмкін ол жай ғана адам болған шығар, деп өзімді осылай сендіруге тырыстым. Бірақ келесі күні досым маңызды ақпаратпен бөлісті. Сөйтсе ол кешегі менің қорқып тұрған сәтімді бейне жазбаға жазып алыпты. Және дәл сол қараңғы көпірден шынымен бізге біреу қарап тұрған екен. Және ол бейне жазбаға анық түрде түсіп қалған. Ең үрейлісі, оның үстіндегі аппақ жолақтары да анық көрініп тұрды. Содан бері мен сол көпір орналасқан өзенге ешқашан барған емеспін. Өйткені сол күні мен көрген қара сұлбаның адам болғанына енді сенімді емеспін.